Жұма күні қайырлы olsun. Бүгін Қырмашғалының 1065 күні бұл саатқа бөлі бір мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. 10 күн апысты яқаланған адвокат Курбединов Нейерде жеза чекежегі белі олды. Мойсе Ахмежеттің Демір жол полиция бөлігінде ерлеші. Құқық қорчалайшылар Курбединов и Фальджи Салиев азат етілмесіні талап етелер. Пешғал олынған территориялармен бағлы халқара құқықны riayet etmek керек. Херсонда меджлис темсілшілеріне қаршы суйқас hazırlана екен, шекленгенлер яқаланған. Бұл вазифені Русия мақсус қызметлері берген. Адвокат Эмиль Курбединов 10 күнге апске алынғанын разы олмайып, оның темсілжісі бұл қарарға шикайет бережектір. Туневан Курбединов Бақшысарайда өткерілген тінтуге кеткен Малде полис хадемлері тарафындан яқаланып экстремизмнен күрешув мерkezіне алып кетілді. Евове чалышқан офисінде тінтувлер өткерілді. Таққачылар ясақ олынған бір шей тапмағанлар, тек офистен техника, евінден есе жеп телефонларына тұтып алғанлар. Махкеме оны санкедерсін та 2013 сенесі ВКонтакте сайфесінде экстремизмнен бағлы материаллар дерч еткендір деп қабатлы таныды. Что касается отношения к постановлению, ни Эмиль махкеме қарарынен разы дегілміз. Біз апелляцияға шикайет бермеге азырланамыз. Бұна 10 күн бар. Шикайет бірдане олмай жақтыр. Ахмеджеттеке мақсус мойшседе тұтылажақ. Анда мемория апске алынуынен бағлы инсанлар болуна. Білгеніме көре бұл мойшсе Ахмеджеттің Демір жол полиция бөлігінде ерлеші. Специальное учреждение для отбытия админарестов. Насколько я знаю, это в настоящий момент находится в помещении. Курбединов апске алынуы Қырым адвокатларына олған басқыдыр. Бұны оның Зенадашы Демсимедляев білдірді. Оймен басқы Эмиль Курбединовтың профессионал адвокатлық ішінен бағлыдыр. Решение связано с Эмиля профессиональной деятельностью. Бұл қарар Эмильнің фалиетінен бағлыдыр. Чүнте о Қырым татарлар ве Қырым мұсылманларына қаршы өткерілген репрессиялармен бағлы ішлерін алып бара. 10 күнге Эмиль Курбединов бұл ішлер бақылығындан четлештірілді. Бұл күнлері Илми Умеров қанезбетін яңы қабатланув шығарылмақ керек. Мен білесем, бұл яқаланув Қырым татар халқының ақларыны құрчылған адвокатларының фалиетіне тесір етмес. Эмиль бұл сынавны да қиметілі права крымских татар. 12 күн апыс жезасы бірқат жылы велсі ичтимай ағларда герлештірілген аудио язылуы үшін. Бөле қарарыны Туневан Бақшысарайының Ишғалжилер махкемесі Фальджи Сиран Салиев кенезбетін шығарды. Махкеме язылуларына экстремистик материал тарқатывы көбі танаған. Махкеме отырышы Туневан Сабадан евінде тинтуф өткерілген сон кечірілген еді. Аудиозаписи, которые были у него на Қадылар оның ВКонтакте сайфесінде ерлештірілген аудиофайларына экстремистик оларақ таныдылар. Бұне берабер Хизбут Тахрирен бағылы фоторесімлеріні де экстремистик материаллар көбі таныдылар. Бұл байрақ ве дегер тимсарлердір. Freedom House құқық қорчалайжы бірлешмесі Русия акимиетіні адвокат Курбединов и Фальджи Салиевны азат етмеге талап еті. Курбединов ве Салиевны азат етіп, ешғал олынған территориялармен бағлы халқара құқықны riayet етмек керек. Русия силялы құветлер тарафындан инсан ақлары бұзылуы, Қырымны инсан ақларыны riayet етілмеген территорияға чевірді. Анда қавсызлық органлары тарафындан япылған қанунсызлыққа шикайет етмеге ұмыт біле қалмай. Мұстақыл адвокатларына Қырымны терк етмеге мejbur етелер. Бұны құқық қорчалайжы Ольга Скрипник білдірді. Оның сөздеріне көре 2 күн евелсі Ақтем Чайгозының адвокаты Николай Полозы ФСБ тарафындан қырсызланып сұрауға кетірілуі Эмиль Курбединовқа мемори жеза белгіленмесі бұна избаттыр. Возможно, да, будут раскручивать. Менің жесіне адвокатларға қаршы бұл ішлеріні жинай ішлер açып, тақып етіп адвокатлық лицензиясындан марум етмеге істейлер. Қорқыту фластасынен Қырымны терк етмеге мejbur ете білелер. Херсонда мejlis темсілжілерінің низбетен суйқас тазырлана екен. Бұны Украина ичкейшілер назерінің меслиячысы ве халық депутат Анатолий Геращенко білдірді. Оның сөздеріне көре яңы ел гежесі Херсон мэрінің евіні яққанлар, мejlis азасы Меджид Сулейманов и Херсон мejlisінің елбашысы Ибрагим Сулейманов евлеріні яқмаға планлаштыра екенлер. Бұны олар яқаланған сон соравда білдіргенлер.
готовились совершить поджог. Олар Меджлис офисының қапусыны, Рифат Чубаровның ярдымчысы олған Куреш Медени мерkezінің yol başçısının daire қапусына яқмаға планлаштыра екенлер. Жинайетні япмаға істеген инсанлар яқаланды қабатларыны таныдылар. Бұл вазифені Русия мақсус қызметлері берген. Қапу яқылыларыны видеоға чекіп, оны интернетке ерлештірмеге планлаштыра екенлер. Херсон мэрінің ев қапусына яқылынен бағлы видео пейда олған вақыт, бұл оның фалиетінен бағлы олғаны қайды етілген. Что это, так сказать, месть ему за его деятельность. Бенджит Сулейманов и Ибрагим Сулейманов білдіргенлеріне көре азырланған суйқас туларынан фалиетінен бағлыдыр. Бұл бізді әреті қалдырмады. Херсон вилаятында япқан ішлеріміз, олар сырасында išgal етілген Қырымда сәкенлеріне ярдым көстереміз. Украина демократик мемлекеті олғаны үшін бұл Русия құветлерін ратсызлай. Более әрекетлерінге олар біздеріні қоқытмаға істейлер. У нас есть радиопроект. Радио Лейханин Бирабер бізім тешкілятымыз išgal етілген Қырымда инсанларының ақлары бозылғаны ақында малюматны топлай. Белесем, оның нетижелері išgalчы әкиметіні ратсызлата. На оккупированной территории Автономной Республики Крым. Видимо, результаты нашей работы. Қыдырып құртармақ Крымсос фальжилері Қырымдан ғайып болған шақысларының тақдирлері ақында қатырлатмақ үшін Киевдеке Русия елшіханесі оғынне чықтылар. Бұл сене жедвелге да екі инсанның сояды язылды. Тәпсілетлі Роман Спиридоновның левқасында. Фальжилер Крым контуры үстіне левхаларны япыштыралар. Олар өзерінде Ярамадада ғайып болған инсанларының соядлары бар. Олар арасында 2014 сенесінің бар мевсімінде ғайып болған Автомайдан иштиракчылары бар. Иван Бондарец, Валерий Ващук, Василий Черныш, Украина ветишкелятның эсасчылары Тимур Шаймарданов, Весеран Зейнедин. Бұлар Крым-татар ұқық құройжысы Абдурешит Джипаровның оғлы, ветурыны Ислам Джипаров, Веджевдет Ислямов. Бүтін дүния Крым-татар конгрессінің ижра комитеті засы Эрвин Ибрагимовдар. На территории Крыму проводится Крым топрағында біздер үшін белі олмағанда чок инсан ғайып ола. Шымдылық біздер 15 инсанның нерде болынғаныны білмейміз. Ижғали вақытында 38 инсан ғайып олды. Петров Иговскийның оғлы Валентин, оны 14-ші сенесінің март айында 2 авта бойынша ғайып олған шақыз деп эсапланайдылар. Сонра о Ахмежит аписханесінде тапылды. Валентинның жасуслықта қабатлап, 11 елға қадар сербесліктен марум еткенлер. Країну, на яку він шпигував, нібито не установив. Анги мемлекет үшін жасуслық япқаны белі дегіл. Дава қапатылды, махкемеде не акимиет, не де айле тарафындан кімсе йоқ еді. Яни бөлгелеген маддеден ғайры ичбірше белі дегіл. Русия Федерациясының прокуратурасына йоланылған мектуплерден сон Крымсос тешкелятына ғайып олғанларының ишлері насыл етіп қыдырғанлары ақында Қырымдан хабер келді. Бір чоқ адамның қыдырылмағаны белі олды. Мисал оларақ Автомайдан фальжилеріні қыдырмаға беле башламағанлар. приостановлено было по Шаймарданову. Шармайданов, Зинеддинов, Арисланов, Апселямов, Джипаров ве Ислямов бойынша қыдырулар тоқтатылды, чүнки қабатлы олған шақыслары тапылмады. Иван Бондарец, Василий Черныш ве Владислав Ващукны алсақ, дава ишлерінің асла ачылмағаны бели олғандар. И Владислава Ващука, то дела вообще не были возбуждены. Крымсос адлиежілеріне бұсене ғайып олған инсанлар ақында да белі олды. Қырымда яшаған Өзбекистан ватандашы Мурат Каримов январь айының 17-сінде Украинаға йол алғанда ғайып олғандар. Ве Қырымдан көчіп келген Искендер Ибрагимов. Истелядан сон о Винница вилетінде яшайды. Иш ортағынен көрішу үшін кеткенде Москвада ғайып олғандар. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Сфырдан ашағы 15 дереже соғық ве қар олмасы бекленілі. Қырымға кенеді циклон келі. Бұл ақта Қырым гидрометео меркезі білдіре. Қар январының 29-на қадар олмасы тахмин етілі. Ел санеде 15 метрге қадар есежектірі. Yollarda есе бұзлауы қолажақ. Бұл саатқа олған сонки хаберіміздір. Жұма күніңіз епіңіз үшін қайырлы ішлерінен белгіленсін. Невбетеке яйынларымызны қачырманыз. Хорушкенже.